Сәлем достар. Сіз қолданып жүрген ұялы телефондардың екенін білесіз бе? Иә, дәл солай. Google корпорациясы және Android әзірлеушілер телефон жаңадан шыққан кезде сіз білмейтін тыңшылыққа арналған настройкаларды қосып шығарады екен. Ал мен бұл видеода сол тыңшылыққа арналған настройканы өшіруге үйретемін. Олай болса, бастаймыз. Алдымен телефонның настройкасына кіреміз, және ең төменгі жақта бізде местоположение деген пункт бар. Соның ішіне кіреміз. Алдарыңызда тұрған поиск в сети Wi-Fi және устройство Bluetooth деген тұр. Кейбір смартфондарда бұл сканирование Bluetooth, сканирование Wi-Fi деп жазылып тұрады. Соның ішіне кірсек, менде бұл екі настройка өшік тұр. Бірақ бұл сіздерде қосылып тұрған болады. Еш қорқпастан, еш ойланбастан екі настройканы біз өшіріп тастаймыз. Бұл екі настройка неге жауап береді? Сіздің ұялы телефоныңыздың местоположениесі, яғни GPS өшік тұрса да, осы екі настройка арқылы сіздің местоположениеңіз қайда екен Google корпорациясына белгілі болады. Ол не үшін қажет деп ойлайсыздар ма? Әрине, егер де кім сіздің телефоныңызға шабуыл жасайтын болса, бұл екі настройканың көмегімен өз мақсаттарына жетеді. Сол себептен өшіріп тастаймыз. Және осыған ұқсас бізде история местоположения деген бар. Кейбір смартфондарда история местоположения служба геолокация деп жазылып тұрады. Служба геолокация ішіне кіріп, барып история местоположения кіреміз. Мұнда өзіміздің пайдаланып жүрген Google аккаунтымызды таңдаймыз. Және соның төмен жағына, терезенің төмен жағына жылжытсақ, сіздерде бұл қазір көрсетеміздерге дәл осылай сіздерде настроить автоматическое удаление деп жазылып тұрады. Соның ішін басамыз. Сол ішін басқан кезде бастапқыда не удалять автоматически данные о действии, яғни сіздің местоположениеңіз сақталып тұрады. Google корпорациясына соны ешқашан өшірмеңіз деген пунктта таңдалып тұр. Біз бұны 18 айға таңдаймыз. Бірақ бұл жерде 3 ай, 18 ай және 36 ай белгілі. 18 ай таңдаған тиімді. 18 ай таңдап, далее подтвердить және ОК батырмасын басу арқылы бұл настройканы біз сақтаймыз. Артқа оралып, дәл осы беттің және де төмен жағында қазір ашылсын определение местоположения деген. Бұл более точно определение местоположения. Егер де сіздерге бір ескерте кетейін, Визит такси бар ғой, Яндекс такси, InDriver деген сияқты. Сол приложениемен өте көп қолданатын болсаңыз, бұл пункт сіздерде қосылу тұру керек. Себебі бұл сіздің жұмысыңызға кедергі жасайды. Ал егер де Визит таксимен мүлдем айналыспайтын дейтін болсаңыздар, бұл настройканы міндетті түрде өшіріп тастаңыз. Және біздің ең соңғы және өте маңызды настройкамыз Google. Google бұл төмен жағында орналасады настройканың. Google ішіне кірген кезде оң жақ жоғарыда 3 нүкте белгілі тұр. Бізде көрініп тұр. Сол 3 нүктені бассақ, использование и диагностика деген бөлімге кіреміз. Мұнда қараймыз. Барлығымызда осылай қосылып тұрады. Бұны еш қорықпай, еш ойланбай өшіріп тастаймыз. Бұл пункт неге жауап береді? Сіз интернетке қатысты және интернетте не іздейсіз, не пайдаланасыз, бүкіл данныйды Google аккаунт сақтап отырады. Және Google аккаунт сақтамай Google корпорациясына бүкіл данный түсіп отырады. Оның ішінде бізге ең маңыздысы интернет-банкинг бар. Халықбанк, Каспийбанк деген сияқты. Одан бөлек сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Play Market'е кірген кезде өзіміздің жоғарыда мына тұр. Өзіміздің жоғарыда Google аккаунт көрсетілген. Сол Google аккаунтқа үстін бассақ, подписка деген бөлім бар. Платежи и подписка деген бөлім. Соның ішіне кіру арқылы біз подписка деген жерге өте аламыз. Бұл подписканың ішіне бассақ, Play Market'тегі платный приложение кім сатып алған, солардың тізімі тұрады. Бұны сатып алу үшін сіздің бүкіл карточкаңыздың данныйын енгізесіз. Демек, бітті, сіздің карточканың данныйыңыз Google корпорациясына түсіп отыр. Сол себептен жаңа мен көрсеткен настройканы өшіріп тастаңыз. Ол үшін
Google, үш нүкте, использование диагностика, осын бұшып баслаңыз. Болды, тыңшылыққа арналған настройкаларды біз өшірдік. Егер де тыңшылыққа арналған настройка дегенге келісетін болсаңыздар, лайк басып комментарий жазыңыздар. Және арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Себебі келесі видеода настройканы мүлдем өшіруге болмайтын туралы мен видео түсіремін. Сол видеода көріскенше сау болыңыздар.